Ассалаумағалейкум достар, сіздер менен Ықылас Аралбаев. Қалайсыздар? Қалай сабақлар ұнап жатыр ма? Хоп, сабақларды көріп жатырсыз деп ойлаймын. Һәм ізбез көріп жатқан болсаңыз, Құдай қаласа сіздерден обязательно нәтиже шығады. Енді бүгінгі өтетін темамыз сіздер менен if else, яғни өзіміздің тексеру операторы. Хоп, бүгінгі өтетін нәрсеміз сәл жүдәм қызық, жүдәм көп жерлерде, һәмме тілде бар и көп жерлерде пайдаланылады. Ондай болса бастаймыз. Осы көріністе өткен сабақтағыдай индекс HTML-ге JavaScript-ті жалғап, мына беттен браузерден ашып, осыны алып қойып алдым. Сіздер қалайсаңыз сондай алып қойып алың. Ондай болса сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақ салыстырмалы операторларды көріп шықтық. Яғни егерде true ямаса true болса, бізге true шығарып бер, true ямаса false болатын болса, бізге оны true шығарып бер. Соңғысыған нәрселерді өттік. Екі тарапты салыстыру. Мысалы үшін x пен y тең ба, 1 мен 2 тең ба деген нәрседі өттік. Бүгінгі темамыз соған сәл ұқсап кетеді. If else деген тема просто сәл кеңірек нәрсе, ол кеңірек имканиятларға ие. Ондай болса бастайық. Мысалы үшін константа дейміз. Name тең мынандай да. Number 1 тең болады. Мысалы үшін 10-ға. Константа number 2 тең болсын. Олам 10-ға почти. Пока. Енді if else операторын пайдалану үшін бізге керек болады if кілт сөзі. If дегеніміз бұл қарақалпақшаға турадан тура аудармалағанда егер. Егер деген сөзден алынады. Егер дейміз, кавычка қосылма ашамыз, то есть енді тексереміз. Өткен сабақтағы салыстырма операторлар бар ғой. Соны ұстап салыстырамыз, соны қолданамыз деді. Яғни number 1 тең ба number 2-ге. Егер тең болатын болса, енді берге condition жазылады. Condition. Яғни condition қайға жазылды, неге жазылды? Яғни бұл condition дегеніміз шарт. Шарт. Яғни number 1, number 2-ге тең болу керек біздердің недегі statementіміз істеуі үшін. Statement. Statement дегеніміз қандайдыр функция. Сосын консолға сосын жазамыз енді. Number 1 and number 2 is equal. Енді английский білімді онша көз қылмайма, бірақ английский олма білмеймін. Яғни зат болатыпты бүйедегі нәрсе біздеге true қайтады. Не үшін? Себебі 10 менен 10 екеуі тең, яғни. Амола стройғы режимде болғанменен бүйеде оның типлері тең даже. Яғни малумат түрлері екеуі number көрінісінде. Һәм бұл condition'ымыз бізге true, яғни мощный ответ қайтарғаннан кейін біздің if-тің ішіндегі неде кавычканың, то есть curly brace-тің фигурный скобканың ішіндегі нәрсе істеледі. Егерде мен бұның біреуін, яғни бұл жақта консолым шықты, number 1 and number 2 is equal. Енді біреуін өзгертіп қоямын 11 деп, маған консолға еш нәрсе шықпайды. Көрсіз бе? Не үшін ондай болды? Негізі бүйедегі condition'ым сіздегі false қайтарды. Енді бізде if-қа false жағдайынан жазып қоймыз мүмкін болады. Егер false болатын болса дейміз, егер деген енді бұл бізде else. Бүйеден бір файл жасап тұрып else дейміз, һәм және өзіміздің андай curly brace'імізді ашамыз. Сосын console.log number 1 and number 2 is don't. Сосын don't емес no equal. Елестірмейсіз, просто қалеген нәрсені жазайын берге. Яғни бұл болды енді number 1 and number 2 is no equal. Яғни екеуі тең емес деп атыпты. Растанан бияқа қарайтын болсақ, екеуі тең емес. Көрдіңіз бе, уже бізде салыстыру операторымыз тура істеп атыпты. Егер оны қайттан мен орнына қайтарып, екеуін тура қылып қоятын болсам, уже не қылды? If жоғарыдан басып келеді, жоғарыдан басып тексереді. Number 2 тең ба? Егер тең болатын болса, if-тің ішіндегі нәрсе, неде консоллог шығады, нәрсе істейді, if-тің ішіндегі нәрсе else-ға бармайды. Көрсіз бе? Егерде бұл бізге false қайтаратын болса, яғни бұл екеуінің біреуі тең болмайтын болса,
деп келеді да, уже бұл false болды. Мінекей. Мынау false болғаннан кейін уже мына қатарды оқымайды ол. Мындай консолымызды. Прям else-тағы нәрсені істеп кетеді. Түсініп қоям? Хоп, енді бізде мысал үшін бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Мындай нәрсе бар. Бұны комментарийға алып тұрамын. Бұны алып тұрамын. Мысал үшін константа дейміз age, яғни қандайдыр адамның жасы. Мысал үшін 19 деп қояйық. Енді төменге түсемін де if деймін, салыстырамын. Так, өткен сабақтағы салыстырмалы операторлардан пайдаланамыз. Age'іміз үлкен ба 18-ден дейміз. Үлкен немесе тең болса ең болады. Яғни 18 жасқа толғанларым уже бұқара бойсы тұрады. Үлкен немесе тең ба 18-ден age'іміз. Егер үлкен немесе тең болатын болса дейміз console log. Мысалы үшін сіз 18 немесе сіз дауыс беруіңіз мүмкін. Референдум болсын, қандайдыр президент сайлауы болсын, соларға тексеруіміз мүмкін. 18 жасқа толған болса, егер дауыс берсін, болмаса дауыс бермесін. Не деген нәрсе отырды. Енді кең бұндай мысал келтірмей қояйық, тыныш отырайық. Мысал үшін, age'іміз егер үлкен болатын болса 18-ден, мысал үшін сіз қалеген фильміңізді көруіңіз мүмкін. Сіз қалеген фильміңізді көруіңіз мүмкін. Не үшін? Age'іміз 19 отырды. Егер 12 дейтін болса, маған ешнәрсе шықпай қалады. Мен айтуым керек енді. Егер 12 мен 18-дің ортасында болатын болса, не қыл дейміз? 12 мен 18-дің ортасында болса, мысал үшін, сіз кішкенелер үшін киноларды көруіңіз мүмкін болады. 13 Енді тексеруіміз керек. 12 жастан үлкен болу керек. Неге десем, бізде 12 жастан кішкентайына және мультфильм көрсетуіміз керек болатын болады. Яғни 0-ден 12-ге дейін мультфильм көреді, 12-ден 18-ге дейін кішкенелер үшін қандайдыр киноларды көреді. Ал 18-ден жоғарысына не деген нәрсеміз істейді, яғни қалеген фильмімізді көруіңіз мүмкін болады. Енді оның үшін бізде бөлек өзіміздің операторымыз бар. Else probable, отыра probable болу шарт if. Else if дегеннен кейін таптынан ұқсап және condition жазып кете беруі мүмкін шарт. Яғни age'іміз үлкен ба, немесе тең ба 12-ге. Егер де bio деген нәрсе логичный тур нәрсе, яғни 18-ден егер үлкен болатын болсам, не деген нәрсе тоқтайды ол, яғни өтпейді. 18-ден кішкентай ма, ол значит тексеруіміз мүмкін 12-ден үлкен ба деп. Енді консольға шығарамыз. Сіз мысал үшін кішкене өспірімдер болу, мысал үшін өспірімдер үшін киноларды көруіңіз мүмкін. Егер сіз қалеген фильміңізді көруіңіз мүмкін. Не үшін? Бізде 19 жастан сол үшін. Егер мен 15 жаста болатын болсам, сіз өспірімдер үшін киноларды көруіңіз мүмкін. Яғни бұл уже шартымыз істеп жатыр бұл жерде. Егер де мен 6 дейтін болсам, маған ешнәрсе шықпай қалады. Неге десем, бізде кейінгі шартқа hem тексеруіміз керек оны. Оның үшін уже 12-ден кішкентай ма, оны 9-дан кішкентай ма, 8-ден кішкентай ма деп else if деп шарт тексеріп отырып шарт емес, мындай алып. Біз прямо else жағдайға беріп жібереміз. Яғни 12-ден кішкентай болған әмме болалар. Енді минус жастағы болуы меншер 0 менен 12-ның ортасында әрқандай бала else дейміз. console.log нұсқамыз сіз мультфильм көруіңіз мүмкін. Сіз мультфильм көруіңіз мүмкін деп жатыр. Не үшін? Біздер 6 жастамыз. Енді бұл өзіміздің заттыларымыз if else операторларымыз, яғни шартлы операторлар. Яғни if else онда қиын нәрсе емес, арқайын бемалал үйрене алуыңыз мүмкін болады. Хоп. Енді мысалы үшін беруге 77 дейтін болсақ, неге сіз қалеген беріңіз көруіңіз мүмкін. Енді растырам, 77 адамға қандай ограничение жақсы.
10 дейтін болсақ, сіз мультфильм көрің. 13 дейтін болсақ, ондай өспірімдер үшін қандайдыр киноларды көруіңіз мүмкін. 20 дейтін болсақ, уже қалген фильміңізді көруіңіз мүмкін болады. Яғни сондай қылып else if пенен тексеріп кете бересіз ортада мінекей. Яғни құрамаластырып сондай кетуіңіз мүмкін болады. Хоп, else if бойынша қысқа сабақ болды. Негізінен кейінгі сабақта уже сіздермен практика қыламыз. Бұл else if-қа текарланған болады. Өткен сабақтағы әмме білімдерімізді else if болсын, өзгерушілер болсын, салыстырма операторлар болсын, әммесін сіздермен біргелікте тақырлап бір практика қыламыз. Ондай болса, сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Қош сау саламат болың. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.